Бақара сүресіндегі сиыр оқиғасы. Күндердің күнінде Мұса алейхиссалам пайғамбардың уақытында өте дәулетті кісі болыпты. Ол тапқан дүниесін мұра ретінде қалдыратын, оның артында ұрпағы жоқ, бедеу болатын. Бұған қоса ол әр тапқан дүниесін ешкіммен бөліспейтін, кедей-кепшікке садақа бермейтін, сондай сараң жан еді. Адамдар оның дәулетіне қызыққанымен сырттай оны ешкім жақтырмайтын. Оның жағдайы төмен бір туыс інісі бар еді. Ол болса ағасы қанша дәулетті болғанмен туған туыстарына мүлде қарайласпайтынына қатты ашуға келетін. Арада біраз күндер өтіп, сараңдықтың шегіне жеткеннен кейін әлгі туысқан інісі түндетіп ағасының дәулетіне қол жеткізу үшін үйіне келіп, оны өлтіріп қояды. Сосын інісі барлығы терең ұйқыға кеткенде түннің ортасында ағасының өлі денесін көшенің ортасына апарып тастайды. Осылайша ол қылмысты ешкім білмей қалады деп ойлайды. Ертесіне таң атып, халықтың барлығы өліп жатқан мәйітті көріп, шулап қылмыскерді анықтай алмай, жан-жақты сұрастыра бастайды. Олардың арасында әлгі інісі ағасын көріп, өтіріктен жылап жоқтап айқайлап жатады. Мұны көрген халық қылмыскерді дереу табу керек деп шешеді. Сосын олар Мұса алейхиссалам пайғамбарға барып, мәселенің ақ-қарасын ажыратып беруді сұрайды. Аллахтың елшісі болса, олардан жаратқанның бұйрығы бойынша бір сиырды құрбандыққа шалып, сосын оның бір мүшесін алып, әлгі мәйітке барып ұру керектігін айтады. Мұны естіген халық: "Сен бізді мазақ етіп тұрмысың? Біз саған қылмыскерді тауып беруіңді өтініп келсек, сиырды сой дегенің қалай?" деп түсінбей қалады. Пайғамбар алейхиссалам болса: "Мен сендерді мазақ ететін надан емеспін. Егер мәселенің шешімін тапқыларың келсе, жаратқан Жаббардың айтқанын орындаңдар" дейді. Содан кейін халық шарасыздықтан пайғамбарға келіп, құрбандыққа шалатын сиырдың қандай болатынын сұрайды. Пайғамбар болса сиырдың қатты кәрі емес, әрі кішкентай да емес, орташа жаста болу керектігін жеткізеді. Сосын халық өзара ақылдасып, пайғамбарға қайта келіп, сиырдың қандай түсті болу керектігін сұрайды. Пайғамбар болса сиырдың көз тартатындай ерекше сап-сары түсті болу керектігін айтады. Осыдан кейін халық өзара шуылдасып, қылмыскерді анықтау үшін мұндай сиырдың нендей қажеті бар деп, ақырында пайғамбарға қасарысып, қайта-қайта қырсық сұрақтар қоя бастайды. Кейін дәл осындай жағдайды түсіндірген ардақты Мұхаммед алейхиссалату вассалам пайғамбар үмбетіне, яғни біздерге ескертіп былай деген: "Сендерді неден тыйған болсам, дереу тыйылыңдар, ал нені жасауды бұйырған болсам, шамаларың келгенше соны орындаңдар. Өйткені сендерге дейін адамдар бір мәселеде көп жанжалдасып, пайғамбардың сөзіне құлақ аспай, ақырында құрдымға кеткен болатын. Ал Мұса алейхиссалам пайғамбардың әлгі қауымы болса, әлі де жанжалдасып, пайғамбарға келіп, сиыр туралы тағы қосымша мәлімет беруді қайта-қайта сұрап келе береді. Пайғамбар болса, жаратқан Жаббарға бірнеше рет жалбарынып, халықтың сұрағына жауап беруге тырысып былай дейді: "Бұл сиыр егістікке жегілмеген, түрінде ешбір әбіржіген дақ, шаршаған бейнесі жоқ, және де оның түсіндей сап-сары түс ешбір сиырда болмаған болу керек" дейді. Осылайша өздерінің көп сұрақтарының салдарынан сиырдың да сипаты күрделене түскен еді. Халық әбден пайғамбар айтқандай сиырды табу үшін жан-жақты іздестіре бастайды. Әйтеуір бір шалғай ауылда жас жігіттің қорасынан дәл пайғамбар сипаттаған сиыр табылады. Сиырдың егесі жігіт болса, ата-анасына өте қамқор бала еді. Халық оған сиырды сатуды талап етеді. Жігіт болса сиырды қомақты алтынға сатып, жағдайын бір жақсартып алады. Осылайша жаратқан Жаббар ата-анасына көрсеткен құрмет үшін әлгі жігіттің несібесін 10 есеге арттырып береді. Ал халық болса сиырды алып елдеріне оралады. Сосын көп күттірмей сиырды бауыздайды. Мұса алейхиссалам пайғамбар болса сиырдың бір мүшесін алып әлгі дәулетті адамның өлген денесіне ұрады. Сол сәтте мәйіт кенет орнынан тұрып, өзін өлтірген інісі екенін қолымен халыққа көрсетіп, қайта өліп кетеді. Осылайша жаратқан Жаббар Мұса алейхиссалам пайғамбардың халқына мәйіттің қайта тірілетін мұжизасын көрсетіп, қылмыстың бетін ашып берген екен. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون